Қайырлы күн, Салауат мырза. Жалпы ең бірінші сұрақ биылғы оқу жылының ерекшелігі. Енді мен мектебімізде биылғы оқу жылы жалпы бүкіл дүние жүзі бойынша, жалпы республикамыз бойынша ерекше жыл екенін өзіңіз де білесіз. Өткенде мынау енді пандемияға байланысты қазір оқушыларымыз сырттай оқып жатыр. Көктемде басталғанда оны кейбір ата-аналар, оқушылар бар, тіпті кейбір ұстаздардың өзі де дұрыс қабылдай алмай қалып бастапқыда қиыншылық болды. Енді қазір бір бағытқа түсіп, ұстаздарымыз өз қызметтерін атқарып, шәкірттермен тығыз байланыста жұмыс істеп жатқан жайымыз бар. Жалпы қазіргі таңдағы балалардың деңгейі қандай? Сіз жас мұғалім болып келген кездегі және қазіргі таңдағы? Енді мен өзім 80-ші жылдың ортасында ұстаздық қызметін атқардым. Қазір 34 жыл өтілім бар, педагогикалық өтілім. Ол кезде оқушылар мен қазіргі оқушылардың айырмашылығы бар. Ол кезде оқушылар, шынымды айтсақ, сөз қоры жоғары болатын еді, көп болатын еді. Өйткені олар кітапты көп оқитын еді. Мен өзім ойым ғой, енді басқа бір. Қазіргі оқушылардың байқағаным, кітапханаға оқушылардың қатысуы өте аз. Соған байланысты сөйлеу қоры, яғни сөз қоры өте шағын аз бұрынғы оқушыларға қарағанда. Ал білімдер жағынан қарайтын болсақ, жоғары деп айтуға болады. Өйткені қазіргі оқушылар, қазіргі бала жан-жақты. Қазір электроника, жаңағы компьютер бар, барлығы қазір қосылған, сондықтан қазіргі оқушылардың білім деңгейі жоғары деп есептеймін. Жаңаөзен қаласындағы номері 15-ші орта мектептің басқа мектептерден бір қандай да бір ерекшелігі өзіңіз үшін? Жалпы мектеп тарихы жөнінде айта кетсеңіз. Енді 15-ші мектеп қазір жалпы Жаңаөзен қаласының Рақат ауылында орналасқан. Бұл жерде тұрғындары, жалпы мектеп ата-аналарымыз жер үйде, яғни тұрады. Балдары қазақи мінезді, қаланың балдарына қараған айырмашылығы, амандасуы, жүріс-тұрысы, мектепте өздерінің ұстаулары нетіп тұрады, айқындалып тұрады, ерекшеленіп тұрады. Өте сыпайы. Ата-аналарымыз да жиналыстарына қатысқанда жақсы жиналысқа келеді, әртүрлі сұрақтар қояды. Енді қазір заман талабына байланысты әртүрлі жанұя бар ғой енді. Аз қамтылған жанұялар бар, көп балалы ата-аналар бар. Солардың енді жағдайын барынша мектепте қарап, көмектесіп, шәкірттеріміздің жақсы білім алып, саналы тәрбие алуына бір жағынан көңіл бөліп отырамыз. Жалпы цифрлы бағытқа көз қарасыңыз? Жаңа енді бір сөзімді айтып кеттім, қазір жағдайда заманның талабына байланысты оқушылар жан-жақты болу керек. Тек қана оқушылар емес, ұстаздар да, ата-аналар да. Қазір көптеген өзгерістер бар. Қазір оқып жатырмыз, сырттай оқып жатырмыз. Ол үшін бұл компьютерді білу керек. Сол арқылы жауап беру керек, тапсырма алу керек. Ата-аналар да сондай білімді болу керек осы жағынан. Сондықтан жалпы прогресс алға қарай дамып жатыр ғой. Менің кезімде бұрынғы осыдан 80-90 жылға қарағанда қазір алға қарай даму, ілгерілеу бар да. Сондықтан шәкірттерімізде жалпы компьютерация дейді, компьютер жағын жақсы біліп, соған жан-жақты болу керек. Сонда ғана біз жаңағы білімді, тәрбиелі шәкірттер береміз деп ойлаймыз. 5 жылдан кейін номері 15-ші орта мектебін қалай елестетесіз? Осы ғимаратымызды жалпы өзгерістер болады деп ойлаймын. Жалпы мұғалімдер құрамында өзгерістер болады. Жалпы мына мектептің ішкі сыртқы көріністерінде өзгерістер болады. Оған алға қарай жоспарымыз бар. Жоғарыдағы ұйымдарға, қалалық білім бөліміне, қала әкімшілігіне әртүрлі ұсыныстар жасап жатырмыз. Мен сіздің келетініңізді білмеймін, бірақ осы әзірлеп қойған нем бар еді. Мынарда Жаңаөзен қалалық білім бөлімінің нөмір 15-ші орта мектептің болашақ сыртқы және ішкі көрініс дейтін
осы бар. Сонда мына мысалға мына сыртқы келбетінен бастап мысалға мен мынандай етіп сыртын өзгерткім келіп отыр. Және мынау ішкі жаңағы мына қазіргі біздің отырған бөлме осы әртүрлі тәуелсіздік алаңы дейтін ұйымдастырайын деп жатырмыз. Мотивациялық шығармашылық бұрыш бөлек. Бұл алға қойып отырған, бұл алдағы 3 жылға жоспарланған. Бұның бәрін әп дегенде бірден істеу мүмкін емес. Енді шындығын айтайын, айналып келгенде барлығы да қаржыға тіреледі. Мұның әрбір жаңағы негінің, мұның география кабинеті осылардың барлығын осындай жоспарлап отырмыз. Биология кабинеті, бұның барлығын жаңағы, бұл қазір байқап отырған болсақ, мына қабырғалары бұрынғы стильде жасалынған. Қазір бұның барлығын қазіргі техниканы пайдаланып, жасалынып, столдар абайтану кабинеті, осы күнде қазір мен мына осы неде 22 кабинеттің жоспары бар. Осы бағытта жобасы, химия кабинеттері жобалар бар. Бұның бәрін бір жылда істейін деп айта алмаймын. Жайлап 5 кабинеттен, 10 кабинеттен жыл сайын алғары осындай жоспарлап отырмыз. Сіздің өмірдегі ұстанымыңыз? Жалпы ұстаздың өзінің несі болашақта шәкірттеріне жаңағы саналы тәрбие, сапалы білім беру ғой. Шәкірттерінің сүйікті ұстазы болу, оларға жақсы тәрбие беру, жаңағы тәлім тәрбие үйрету. Енді басшы ретінде осындай мектептің ұжымын ұйымдасып отырған жақсы ұжым, оны айтпай кетуге болмайды. Соны ұйымдастырып, барлығымыз күш біріктіріп, осы 15 мектептің тек қана 15 емес, жалпы Маңғыстау облысы, Қазақстан соның болашағын алға қарай дамытып, жоғары биікке көтеру. Ата-ана, оқушы, ұстаз, үштік одақ қалай жұмыс жасайсыздар? Енді бұл дұрыс сұрақ, бұл үшеуі болмаса мектептің жұмысы ілгері баспайды. Үшеуі және бір-біріне тығыз байланысты. Енді мұғалім, дипломы бар мұғалім, ол міндеті шәкіртке жаңа тәлім тәрбие беру. Енді ата-ананың осы процесте атқаратын рөлі өте жоғары. Ата-анамен тығыз байланыста болу керек. Ата-ананың бәрі бірдей емес. Әртүрлі ата-аналар кездеседі осы жұмыс ретінде. Солармен тіл табысып, ата-ана мен мұғалім бірігіп жұмыс істейтін болса, жақсы шәкірт тәрбиелеуге болады. Кейбір ата-аналар бір пікірлескенде айтады, мынау мектеп бітіріп кеткеннен кейін жаңағы ата-ана болады ғой, енді дұрыс тәрбие бермеген, мектептен де олқылықтап кетіп, солар мектеп бітіргеннен кейін бір өмірдің несіне түскеннен кейін дұрыс әрмен қарай өзінің несін таба алмайды да. Сонда бір ата-ана келіп айтқан есімде, кезінде сол бірігіп мектепке сирек қатысатын едім дейді. Сол кезде осы ұстаз болып, мектеп болып, ата-ана мен болып бірігіп жұмыс істегенде жақсы, менің мына ұрпағым жақсы болып өсетін еді деп бір өкініш айтқан бір ата-ананың есінде. Сондықтан ата-ана мен мұғалім бірігіп, оған шәкірт қосылып жұмыс істейтін болса, онда өте тамаша нәтижеге жетеміз. Жалпы сіздің ойыңызша ұстаз деген кім? Ұстаз деген бір үлкен бас әріппен жазылатын ұстаз. Менің ойымда ұстаз сосын бір мұғалім да бар, екі не бар. Мұғалім деп те айтамыз, ұстазым деп те айтамыз, бірақ мен мысалы мектептегі оқытушыларды оқытушы деп айтамыз, мұғалім. Енді ұстаз деген бұл өмірде адамның әртүрлі ұстазы болады. Бұл тәлім тәрбие беретін ұстазы болады. Бір өзінің саласы бойынша ұстазы болады. Солай ғой, әртүрлі. Жалпы ұстаз деген өзінен үлкен тәлім тәрбие алатын, білгендігі көп, жалпы барлығына өзінің білгенін үйретіп, солардың жаңағы жақсы болғанын, ол әрдайым ұстаз, шәкіртімен ұстаз болады да. Ол жаңа бір сөздерде айтылып кетті. Сондықтан ұстаз деген үлкен тұлға. Сөз бар ғой, қазіргі енді дұрыс айтпасам кешіресіздер, министрің де, президенттің де, тіпті шахтерің де барлығы да ұстаздың алдынан өтеді дейді. Өйткені сол ұстаздан жақсы тәлім тәрбие алған адам
жақсы болады деген өзім ойым. Адам әртүрлі ғой, қол саусағы бірдей емес дейді ғой. Ол әркімнің әртүрлі өзінің ойы бар. Мен өзім ойым бойынша ұстаз болғаннан кейін ол шыншыл болу керек, адал болу керек. Негізі айтқан сөзі мен ісі бірдей болу керек, сай болу керек. Өйткені ол шәкірттің алдында былай сөйлеп, өмірде басқаша сөйлейтін болса, ол ұстаздың беделі ондай болмайды деп ойлаймын. Үшінші, енді ол негізгі білімді болу керек. Өзінің мамандығын сүйген, сол өзінің саласынан. Енді және жан-жақты болу керек. Жан-жақты болу керек дейді, мысалға жиындарда, мысалы қонақтық деп айтайын. Жалпы ұстаз енді басқа мамандар иелері ренжімес, құттай анағұрлым, құттай жоғары тұру керек. Қойылған сұраққа, ол мектептен болсын, өмірден болсын, саяси сұрақтар болсын, соларға жауап беретіндей адам болу керек. Сондықтан ол жаңағы газет журналды оқу керек, теледидарды көру керек. Осы қойылған сұраққа тосылып қалмай, өзінің ойын айта білетіндей болу керек деп ойлаймын өзім. Бесінші, біздің тәрбиелеп отырған шәкірт қой. Именно бұл шәкірттерді жақсы көру керек. Ол тым қатал болған тағы болмайды. Как өзінің баласы қандай жақсы, өзінің баласы қандай жақсы көрсе, шәкірттен де жақсы көрек. Сонда ғана шәкірт ол ұстазды сүйікті ұстазым деп алады.